Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін альпа достар, бүгін біздер Зұхы Бақытжан деген баланың өзімнің жаңадан шыққан балалардың каналын көрсететін болам. Екінші немнесі алдыңғы видео көрсетілмеген каналдары Мистер Коха, А4 дегендей, Пазл, Сарбаз, Мистер Азамат, Скорти деген немен бар. Неме? Кияудан тұр. Кім екен? Дани Крел. Бұлған баса салайық лайкты. Смарт қазақ арнасы достар. Осы каналды көрсетейін деп жүр сіздерге. Өткізіп кеттім мына жерде Зұхы Бақытжан дух деген бұл өте жаман әстілер шақырылады. Джеб убийца деген шақырыпты мына жерде. Бұл өте қорқынышты видеолар. Шарли деген видеосы өте күлкілі, қорқынышты емес. Мына жерден бастап көрейік. Осы видеоны көрсете салайын. Қазір залдасың ба дегенде жоқ дейді. Одан біздің менің комнатамдасың ба десе жоқ дейді. Қайда? Чарли, сен менің комнатамдасың ба? Я дейді. Достар, бұл өте қызықты видеолардың бірі. Осы маған күлкілі болып айналды. Радио дух шақыру. Бір сұрақты көрейін, енді ыстық болып Әгөр, деп бір нақты болып, сәйт бараса сол менікінде шығып жатыр. Ал не? Әгөр, неменет әлгі, Нұрчанымда едиформен сөйлеген, сол жерде шығып жатыр, дері қотарып ал. Ол не? Не өзің? Достар, осы баланың каналы өте қорқынышты да күлкілісі де бар. Достар, бұл баланың каналына ұмытпай ғана тіркеліп кетейік. Менің 18 подписчиктерім осыны тіркеліп кетейік. 700 мыңға жеткізбек. Қайтып, мына жерде Мейрам киностудиясы көрсетілмеген бет. Смарт қазақ. Смарт қазақ деген өте. Біз мұндай адамдарды мүлдем көрмегенбіз деген бейдес. Мұна тек қана топырақ жердегі немендерінде ғана қорқытын еді. Бұны менің инстаграмымдағы деп қоймасың. Ютубтіке жібергенбіз. Мән контейнерді басымен сындырама қойса. Мұна адамға қараңыздар, супер қабілеті бар дейді. Yoқтайды. Немдейді смарт қазақ. Қазақтағы ең бай ютуберлер дейді. Көшін. Қазақтағы ең бай ютуберлер дейді. Видео басылмастан алдын Алтын Балта каналын ұсынғандай отыр. Бұл жерден керемет видеолар көре аласыз. Осыған тіркеліп кетіңіздер, әрине достар. YouTube қазіргі таңда кейбір адамдардың табыс көзіне айналып алды. Сіздің күнделікті көретін видеоларыңыз арқасында адамдар табыс тауып жатыр. Бүгін біз ең бай қазақ ютуберлерін айтатын боламыз. Сіздермен бірге Смарт қазақ арнасы. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте қызық болады. Көрейік кәне. Қандай екен достар, Смарт қазақ арнасына тіркеліп кетіңіздер. Дани Крел. Бұл бала 2018 жылдың 10 желтоқсан күні өз каналын ашып, жаңа видеолар сала бастады. Бір жылдың ішінде 17 миллион көрілім жинаған бұл бала жақында Мерседес көлігінің иегесі атанды. Тағы бір айта кететін жай, бұл балада Дани Крел және Дани Кош арналары бар. Бұл жігітке Дани Крел арнасы айына $3500 дейін табыс әкеледі. Екінші каналы Дани Кош айына $1300 дейін табыс әкеледі. Бұл бала көбінесе GTA 5 ойынын түсіреді. Супер Гигач Стрим, Гигачпек Лайв және Супер Гигач арналары бар. Арна білесіздер, Супер Гигач арнасы. Бұда видео өте көп. Шатыспасам 500-ден жоғары видео түсірген сияқты. Бұл жігіттің жалпы оқырмандар саны 500 мыңға таяп қалды. Бұл балаға айына $5800 тек бір канал әкеледі.
Ал бұндай каналдардан 5-еуі бар. Тек бір супергига жарнасында 11 миллионға жуық көрілім саны бар. Мені кім көрсетеді екен? Алек KZ жазылушылар саны 900 мыңға таяулап қалған осы бір Бұл әлі кезіп бұратандарымыз ғой біздің. Содан бері 97 миллионға жуық көрілім жинап үлгерген. Бұған қоса екінші каналы Алик Лайф каналы. Үшінші сұрағы, ютубтан айына қанша табасыз? Ютубтан енді деген барлығы жасырын болады. Негізі ютуб маған да жетеді, және менің отбасыма да жететіндей табам, Аллаға шүкір. Солай десе, тәңірден қасымыз. Ал бізде бірінші орында Пазл арнасы. Пазл каналы 2017 жылы ашыпты. Содан бері 120 миллионға жуық көрілім саны бар екен. Бұдан басқа бұл жігіттерде Пазл Лайф, Ағайын және Мысық арнасы да бар. Енді бұл жігіттердің жалақысын айтпай-ақ түсінікті шығар. Сендермен бірге Смарт Қазақ арнасы келесі видеода кездескенше. Достар, бұлар бай аналары ма? Достар, мүлдем түсінбедім. Бірінші дегенде Дани Кралды көрсетті. Одан кейін барып кімді көрсетті? Супергигачы көрсетті. Одан кейін Алек KZ'ті көрсетті. Одан Пазл өтті немеледі. Тока достарытерге мен бір каналды сына кетейін. Таконың жаңа каналы бар. Біздің қазақ ютуб достарымыздың Тако онлайн деп кетейік. Тако тез жазылып кетті. Тако немен жазылып жатыр? Тако онлайн. Тако онлайн. Нежде парча Таконың видеолары. Таконың өз каналына кіріп көре салайық. Таконың жаңадан шыққан ескі видеолар ма, жаңа видеолар ма білмеймін. Тако деп видео дей салайық. Тако. Міне достар, 187 видеолары бар. Тағы да 190 подписчигі бар екен достар. Бұл болады. Бұл қазақ братанымызда. Жада тұрмайды канал бар. Тако онлайн не? Достар, осы каналына тіркеліп кетейік. Әрине ссылкасы описаниеда болады. Ал видеоны осымен аяқтайық деп тұрман. Бір-екі видео көрсеттім әрине. Лорднаны алдыңғы бөлімде айтып кетім. Жазып кетіңіздер. Нұрас Аслер Проны Ру дейді. Мистер азаматтарды. Балабай, осы Балабайды ұмытып барады екен мен. Арман Геймс. Қаламаны. Мен ана жолдан бері Арман Геймсті көрсетейін деп жүріп ұмытып кетіппін ғой. Ұмытып кеттім. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Ұнаса лайкты пытырлатсайық. Әрине келесі бөлім шықсын десеңіздер, смело жаңадан балаларды қосатын болам. Өзімнің каналымдағы жаңадан ютубтердің немелерін шығаратын боламын. Давайте достар, видео аяқталды. Келесі бөлімі 10 лайк. Давайте. 10 лайк жинапсаңыздар, сөйтіп 20 лайк, 30 лайк, 80 лайк, 90 лайк, 100 лайк болып кетеді. Содан кейін подписчиктер көбейе береді. Бірақ мен соткадан түсірем. Келесіде компьютерден түсірем. Ол үшін 5 жыл керек. 5 жылдан кейін компьютер. Давайте видео аяқталды.